Патлавнан уйдырма версиясы век күтлеви яқаланулар. Русияның ФСБ хадемлері Керечко пронде патламаға алақасы олған 12 инсанны белгілеп олғанны хабер етті. Олардан 8 кіші яқаланғанны білдірділер. Олардан 5 Русия ватандашы учы, Украина ве Эрменистан ватандашлары. ФСБ хадемлері инанылмайжақ сценарий уйдырды. Сан-Кедерсін патлайжыны 22 тоннаны тешкіл еткен пленка рулонлары арасында сақлағанлар ве августың башында Одесса портындан Бұлғаристаннан Русия шеріне йолланылған. Сонра ФСБ версиясына көре бұл юкны Гуржистан территориясындан Эрменистанға кешіргенлер. Сонра юк Русия ватандашының юк машинасына юкленіп, асла олмаған Қырым шirketіне алып кетілген. ФСБ хадемлері атта юк машинасынан рентген чекімлерін айдынлатты. Ама ресімде машинаның көзетіжі камераларда көрінген едек көпчегі ве фураның оқ тарафында олған көпчек көчері көрінмей. Диверсияның тешкілячысы оларақ Украинаның башы сигбарат идаресінің ел башысы Кирилл Будановны белгіледілер. Идареде Патлав ерінде генералының визиткасы тапылмағанындан тәжіпленіп, ФСБ ве Русияның тақиқат комитетіні Путиннің режиміне қызмет еткен идарелерде падландырдылар. Кереч көпірінің демір ел қысмынан 2 парчасы деңіштірілмек керек. Ишгалжелер зар зорынен паром юрышына яңылатты. Қырымнан Русия кураторы Марат Хуснулин хабер еткеніне көре, көпірінің виран олмаған 2 елағынен юруш яңылатылған. Бұндан әвел о реверс режимде чалушайды. Бұндан себеп Керечте бұйық невбетлер турайды. Бірчоқ инсан ишғал етілген Қырымны терк етмеге тұрышты. Юзлерже юк машина Кереч авалиманы территориясында паромнен құлланмақ үшін невбетте тұра. Вторые сутки находимся, движений вообще никаких, паромы неизвестно, никто ничего не говорит, что, как, вообще вестей никаких. Стоим, вот, ждем. В целом к ситуации с мостом что случилось, как относитесь? А я ж не знаю, что с мостом. Ну, печально, конечно, за державу обидно-то. А так, ну что. Саба октябрьнан 8-інде Кереч көпірінің демір ел қысмында бұйық яңғын башлады. Ишгалжелеранда юк машинасы патламасы нәтижесінде яқарлықнен кеткен цистерналар алевленді деді. Демір ел баяғы зарар көрді. Машина елінің бір қысмы ешіліп деңізге түшті. Белі олғанына көре, ишгалжелер бұл қанунсыз құрылған көпірні құлланып, ишгал етілген Қырымға арби техника ве арбилеріні кечіреді. Андан есе оларына Херсон вилаетіне жебеге йоллайлары. Украина арби хубетлері яқынлаша. Пивден оператив командалығы Херсон вилаетінде Нововасильевка, Новогригорьевка, Новокаменка, Трофиневка ве Червона көйлері азат етілгенні таздықладылар. Анда Украин байрағы тікленген сон абадынлаштыру тедбірлері кечерілі башланды. Арбилер азат етілген көйлерге қайтмаға да әртедей. Чүнки руслар қачқаны вақыт бұтын етрафны майынлаған. Шымды дұшман яңы позицияларды Пекутов иншаатларына құра. Украина ордысы дұшманны шу йөнеліште басып, итеп чықармаға інтілі, яда теслим олмаға мечбур еті. Вони намагаються зв'язатися і в електронний спосіб, через чат-боти, через інтернет-повідомлення, через листування імейлами, які ми надали їм як інформаційну кампанію. Вони навіть на етапі, так звані свіжо мобілізовані, навіть на етапі формування команд у їх військкоматах, ще там за перебриком, пробивають собі місця в обмінному фонді і мріють перейти під егіду міжнародного гуманитарного права. Без Русияның 20-72 танкі Русияның Белгород вилаетіне кечірілді. Баштапның мәліматына көре, Озозны без Русия президенті депилян еткен Лукашенканың эмірілі без Русияның мудафа заводлары Русияның Украина территориясында зарар көрген техникасыны тамерлей. Йоқ етілген рашистлерінен берабер зарар көрген техниканың сайысы да арта. Кеченлері душман Бахмут ве Авдеевка йөнелешінде бір чоқ ғайыпларға оғратылды. Анда вазиет пек кіргін
қалмақта. Андаруслар басмаға тырышама еббір елерілеп оламай. В результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, самопроголошене керівництво регіону направило клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей Російської Федерації. Русия ордусы тарафындан Украина территориясынан уджым етілмесі Украин халқынан азимкарлығыны кубетлештіріп, дүнияның фарқлы көшілерінде олған мемлекетлеріні бірлештірді. Оның Пентагон елбасшысы Ллойд Остин Украина мұдафа етілмесі контакт группасының іші башлатылғаны вақыт қайдетті. Брюксельде Америка Бірлешкен Девлетлерінің елбасшылығында Рамштайн 6 көрішігі башланды. Контакт группа Украинаның мұдафа имканларыны кубетлештірмеге, олған проблемаларына чезмеге, ярдым етмеге девам етежек. Көрішінің esas мевзусы Украинаның ава мұдафасы кубетлештірілмесі олды. Кеченлері Алмания Украинаға берілме керек олған 4 иристі ава мұдафа комплексінден бұрыны берген. НАТО баш кәтебі Йенс Столтенберг альянсқа кірген девлетлеріні Украинаға Русия ракета ұжымлерінден қорчаланмақ үшін ава мұдафа системаларыны бермеге чағырды. Оның сөздеріне көре Украина бойлы системаларының бұй көлемінде мұқтаж.